you in. Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Ұлан. Бүгін мен сіздермен бірге Майнкрафт ойнаған жаңадан летсплейімізді бастайтын боламын. Сіздер өткен бір күндік выживанияға сіздер 6-7 лайк жинасаңыздар жаңа летсплей шығады деп уәде бергем. Міне сіздер 8 лайк жинап қойыпсыздар. Міне мен жаңа бастадым. Артымдағы сундук не сундук десеңіздер, мен бонусный сундук қостым. Енді бонусный сундук кішкене қиынырақ болады, сондықтан мен қостым. Қазір 1 секунд күте тұрыңыздар. Міне достар, ашып енді өзім не бар екен көретін боламыз. Бүйтіп алып жүргенше бүйтіп сында салған мұны жақсы. Кәсімдер қойын. Міне сында енді выживаниямызды қарай жалғастыра беретін боламыз. Міне мен березовый орманның қасынан шықты. Мінеки енді осы орманды тонайтын боламыз. Ағаш балта біткенше ағаштар қазамыз. Ағаштар қазамыз өстіп достар. Қазір мына ағаш балтам біткенше өзім ағаш қазайын. Өйткені сіздерге өстіп қазып отқан ұнамайтын шығар. Сондықтан сіздер үшін 1 секунд. Мінеки ағаш балтаның жаңы да бітіп қалды. Міне сенбесеңіздер қараңыздар. 40 мынандай кәдімгі ағаш, 15 березовый ағаш түсті бізге. Ана жерде мен міне жарық көрдім. Не екен деп барып көрейік. Кетер. О, міне кішкентай ғана лава екен. Жаңағы сиырды таяқпен өлтіріп қайтайық. Қайда кеттің, сиыр? Міне қайда екенсің ғой. Бүгінгі бөлімде енді үй салмайтын болам, бірінші бөлімде. Жай өстіп аралап көріп жүреміз. Келесі бөлімде комментарияға жазып кетіңіздер, үй салайын ба, не істейін. Ойбай, криппер мені өлтіруге келе жатыр. Мен өлмейтін адаммын. Бессмертный. О, уже не еді? Уголь бар. Бірақ менде керек жоқ. Достар бар екен. Бұның бәрін қайдан алды десеңіздер, жаңағы бонусный сундуктан шықты. Астымда лава болмаса екен. Жоқ екен, ары қарай қазбаймын, неге десеңдер. Лава. Сол лаваға түсіп кетеміз. Және аралап жүрейік. Өстіп түнгі саяхат жасап жүреміз. Өзі верстак жасамаймыз. Енді өстіп жүреміз, сандалып, бомж боп. Киркамен шошқа өлтіріп, бошқа тақып ұрып. Өстіп бірінші бөлімді өткізетін боламыз. Неге десеңдер, енді алғашқы бөлім. Не дегенмен, бірінші бөлімді үй салып бәрін бітіріп тастасаң не қызық болады ғой. Что-то қуып жатыр достар, мен оған кешіріңіздер. Жылаңдың. Нелер алып алайық достар. Гүлдер. Өткені мен гүлдерді төсек жасаған кезде, сары төсек жасаймыз, ондай белый кровать емес. Сразу сары тас төсек жасайтын боламыз. Бірақ ешқандай қойды көрген жоқпын мен әзірше. О, криппермен бір төбелесіп қойықшы. Мен саған. Жарма? Мал екенсің, бетің айт. О, тас жинап аламыз айтпақшы. Тегін тас аламыз, тас. Мен крипперді жармағанда жынына дейіп, ондай тастар болмайтын еді. Халявный тастар. Сондықтан тегін тастар жиналамыз, тегін тастар. Тегін тас аламыз, тас дейді. Өстіп тас алып жүреміз. Өзімізге керектісін ғана аламыз, әзірше бұн үй салмаймыз. Қане көрейін, менде қанша
16 ал. Тағы біреуін алайық, сонымен болды. Болды, кеттік енді. Қыдырып жүреміз. О, скелетики, қыздарики, шарики. Мен киркамен өлтіремін, сен білесің бе? Ағаш киркамен ақ. Чё, достар, жаңа мен скелетпен соңғы сіздер көргенде скелетпен төбелесіп жүргеніме, сосын мен видеоны пауза қойып қалдым, өйткені үйге қонақтар келіп қалды. Сондықтан пауза қойып шығып кеткен едім. Сосын пауза қойғаннан кейін скелетпен төбелескен кезде өліп қалдым, достар. Енді оған ренжімеңіздер. Міне, біз саяхатымызды тағы да жалғастырамыз. Жаңа біз мына жаққа барған едік. Біз өзеннен өтетін боламыз. Мына өзеннен өтетін боламыз. Ар жағына барсақ не болады екен? Жай енді өтіп қыдырып жүреміз. Бүгінгі бөлім енді білмеймін енді. Бір күніміз немен өтті, қыдырумен. Соңғы рет енді криппермен төбелесіп кетейін. Мына жерде қой жүр екен. Не, дөлін жарылма. Мәй, мал екенсіз. Малдар. Ұятсыздар. Тез қаш. Ұлан, тез қаш. Достым, өзім мал криппер өтінем, тиіспеші маған. Братанымсың ғой бұл. Міне, екі қойды қойды. О, өртенді. Мәсаған. Достар, өліп қалмау керек маған. Өртенші ол. Өлді. Асыл. Қашпашы, мен сені жемеймін ғой. Өлтіремін ғой. Достар, енді бүгінге мына қойды өлтірсек болды. Сонымен бүгінгі бөлім аяқталатын болады. Соңғы рет осы қойды өлтіре салайын. Достар, енді міне бүгінге осы. Қазір бір секунд. Мінекей достар, енді бүгінге осы видеоны осы лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі бөлімде не істейін, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі бөлім 5 лайктан кейін шығады. Қош, сау болыңыздар, достар.